35 жылдық тарихымыз бар. Тәуелсіз мемлекетіміздің 30 жылда өтіп шықты, көзді ашып жұмғанша тұңғыш конституциялар қабылданғанда заман өзгерді. Құрметті жастар, әсіресе сіздер оны жақсы түсінесіздер. Үлкен түбегейлі ғылыми технологиялық революцияның алдында тұрмыз. Жасанды интеллект, робототехника, биомедицина, биотехнологиялар. Бүкіл әлем өзгеріп жатыр. Ол үлкен түбегейлі өзгерісті біз сол өзгеріске дайындалуымыз керек. Ал оның алғы шарты біздің ата заңымыз. Конституциямызда білім, ғылым, мәдениет, инновация енді түбегейлі құндылықтар ретінде бекітілді. 3-ші бабымызда мына жаңа конституциямыздың нақты жазылды. Ғылым, білім саласы, адами капитал сапасы, инновациялар енді Қазақстан Республикасының түбегейлі құндылықтар және жаңа басымдылық бағыттар ретінде қабылданып отыр.